Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгін біз саңырау құлақ, яғни қозы құйрық қуыратын боламыз. Ол үшін ең алдымен мендегі қозы құйрықты тазалап жуып алдым. 5-6 мәрте тазалап жуып аламыз. Тазалап жуылған қозы құйрығымызды азырақ қазанымызға су құйып, бір 20 минут жарты сағаттай қайнатып аламыз. Жақсылап қайнатып алған соң сүзіп алып бір шетке қойып қоямыз. Сүзіліп тазаланған қозы құйрығымызды қойып, енді кезекте қуыруға кірісеміз. Мен бұл жерде қойдың етін қосамын. Қойдың етін қабырғасын турап, жуып, қазанымызды қыздырып, пісіретін қазанымызға жаңағы етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз етімізді. Етіміз қуырылып жатқан кезде үстінен пиязымызды және дәмдеуіштерімізді салып, тағы да жақсылап қызартып, суы тартылғанша қуырамыз. Етімізді жай отта бұқтырып қуырып жатқан кезде бөлек қазанға ысытып майымызды құйып, оның үстіне жаңағы қайнап тазалап жуылған саңырау құлағымызды, яғни қозы құйрығымызды салып, қозы құйрығымызда қып-қызыл болып, суы тартылғанша, қып-қызыл болғанша жақсылап қуырып аламыз. Қуырып жатқан кезде көп емес, аз ғана тұзымызды салып қуырамыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл қып қуырып алдық. Енді осы қып-қызыл болып қуырылған қозы құйрығымызды жаңағы етіміздің бетіне салып, екеуін тағы да жақсылап араластырып қоямыз. Ет пен қозы құйрығымызды араластырып болған соң, оның үстіне ашылған, жақсылап жуылып тазаланған картошкамызды салып, картошканың бетіне де аз ғана тұз сеуіп қоямыз. Көп емес, ащы болып кетеді. Барлығын жақсылап араластырып, жай отта 1 сағаттай пісіріп аламыз. Міне біздің қозы құйрығымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.